Түрлі аурулардың өршейтін кезеңі қыс мезгілі. Эпидемиологиялық маусым басталғалы бері Жетісай ауданда құтыру ауруына байланысты жағдай тұрақты. Жалпы құтыру қауіпті ауру, ол көбіне жабайы жануарлар мен ит мысықтардан жұғады. Сол себепті мамандар құтырма ауруына бейжай қарамауға шақырады. Толығырақ алдағы бейне сюжетте. Статистикаға сүйенсек, дүние жүзінде құтырудан жыл сайын 1 миллион жануар, 50 мыңнан астам адам өлімге ұшырайды. Құтыру зақымданған жануар тістеп алғаннан кейін туындайтын жіті жұқпалы ауру. Ол жүйке жүйесінің ауыр зақымдалуынан басталып, әдетте өліммен аяқталады. Бұл дерт адамдарға құтырған жануарлар тісін батырғанда, терісінің зақымданған жеріне олардың сілекейі жұққанда пайда болып қозуы мүмкін. Өткен 2022 жылы Жетісай ауданында жануарлардың шабуылынан 607 адам зардап шеккен, олардың барлығына бірдей медициналық көмек көрсетілген. Енді 2022 жылы жалпы құтырумен байланысты 607 адам қаңғыбас иттерден, өздерінің иттерінен жарақат алып, осы емдеу мекемелеріне шағымданған. Енді осы барлық шағымданған адамдар уақытында қаралған, дегенмен кешік келу мерзімдері анықталып отыр. Осы Жетісай тұрғындары осы құтыруға көңіл бөлмей, иттерден тістегеннен кейін емдеу мекемелеріне дер кезінде қаралмайды. 3 адам 5 күннен кейін келіп емдеу мекемелеріне дәрігерге қаралған. Сондықтан құтыруға аурудың алдын алуға сәйкес әрбір тұрғын иттен жарақат алған кезінде дер кезінде емдеу мекемелеріне келіп дәрігерге қаралу керек. Бұл емдеу мекемелеріне келген кезде бұл құтыруға қарсы ем тағайындалады. Бұл шартты ем және шартсыз ем. Яғни бұл антирабикалық вакцинаны толық алу қажет. Енді бұл ит белгілі болып жатса, 10 күн ішінде ветеринарлық анықтама келген уақытында осы 3 курс тағайындалады. Егер ит белгісіз болып жатса, толық курсын алу керек антирабикалық. Жергілікті әкімдік тарапынан құтыру ауруының алдын алу үшін арнайы бір бригада құрылып, тиісті жұмыстар атқарылуда. Оған жергілікті бюджеттен 4 миллион 125 мың қаржы бөлінген. Нәтижесінде 3288 ит, 59 мысықтың көзі жойылды. Жануарлардың өлекселері ветеринарлық қызметтің бақылауымен мал өлекселерін тастайтын арнайы орындарға тасталған. Аллаберген Құлша, Лаура Бақытжанқызы, Бақберген Абжалил, ақпарат Жетісай ауданынан.